Бүгін міне Мұзафар Әлімбаев атындағы мектеп талайға үлгі болатын үлкен бір қайырымды істің бастамашысы болып отыр. Ол Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына орай қайырымдылық істер керуені мейірімді жүрек деп аталады. Ендеше сол мейірімділердің қатарынан Жебе қоғамдық бірлестігі де табылуға тырысты. Ол осындағы мектепте білім алатын оқушылардың, әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылған оқушылардың отбасыларына көмек ретінде осындай азық түлігі бар, негізгі тұтынатын азық түлігі бар қораптарды жинауға біз де шама шарқымызша атсалысып жатырмыз. Сау болсын. Қағандық қоғамдық бірлестігі Мұзафар Әлімбаев атындағы мектептің ұйымдастырып жатқан мейірімді жүрек акциясына қатысып жатыр. Осы акцияда біздер 150-ге жуық әлеуметтік қораптарды жинаған болатынбыз. Осыдан бөлек біздің мектептің мұғалімдері де осы акцияға қатысқан болатын. Барлығына үлкен шексіз алғыс және алдағы уақытта қоғамдық бірлестіктің атынан, мұғалімдердің атынан осындай акцияларды көбірек ұйымдастыруға, мейірімділікті таратуға тырысатын боламыз. Мұзафар Әлімбаев атындағы жалпы орта білім беру мектебі тіл білімнің атасы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына орай мейірімді жүрек акциясын бастаған болады. Мектебімізде оқитын аз қамтылған және көпбалалы отбасыларға арнап 150 әлеуметтік жәшік жинау қайырымдылық жобасы жүзеге асты. Бұл жоба барысында бізге қолдау білдірген Павлодар қаласының мәслихат депутаты Гүлнара Шамбарынаға, Жас Отан жастар қанатының басшысы Санира Орынтайынаға, Қағандық Жебе қоғамдық бірлестіктің басшыларына, жеке кәсіпкер Тимур Жұмабековичқа, және де мектеп ұжымына, мектеп ата-аналарына, мектеп асханасына үлкен алғысымызды білдіреміз. Қайырымдылық жасаудан шаршамайық. Мұзафар Әлімбаев атындағы мектеп Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына арналған мектебіміздегі аз қамтылған және көпбалалы отбасыларға арналған 150 әлеуметтік жәшік жинау акциясын бастаған болатынбыз. Бүгінгі таңда 150 жәшікті жинап болдық. Бүгін тарату жұмыстарын бастадық. Ендеше кеттік, бізбен бірге болыңыздар.